Assalamualaikum, құрметті көрермендер, қайырлы таң. Біз Алматы қаласындағы Сайран автовокзалының алдындағы Төле би көшесінде жүрміз. Саяхаттап, қазір мына жерден Алматы қаласындағы Сайран автовокзалын көрсетіп өтейін. Міне алдың жағында осы вокзалдың арт жағында сол автобустар тұрады. Ішіне кірсеңіз кассаларда билет аласыздар, отыратын орындықтар әртүрлі пассажирлер үшін көптеген қызмет орындары бар. Аптека, магазин бәрі бар. Енді мен айтайын дегенім, өткенде бір ютубтан көріп қалған едім. Мына жерде Сайран кішкене көлі бар еді. Бұрын осы жерге келіп адамдар шомылар еді. Соны өткенде көріп, көптеген ар жағында үлкен домдар салынып кеткен, біреулер монтаж қылып шығарған екен. Сол жерде монтаж қылып шығарған екен. Мен соны қазір сондай болды ма екен деп өз көзіммен көруге келдім. Қазір сол жерде барып түсіремін. Рас па екен? Негізі ол көлдің ар жағына олар 30-40 этаждар сал монтаж қылып шығарған сияқты. Бірақ мына жерлер, осы жерлерде де түсірген, бірақ ол монтаж екені білініп қалды. Біреулер Алматыдағы Алматы астына Дубай деп жазған екен. Бірақ негізі ол әлі бітпеген. Мінекей мына жақтары біткен, азырақ, бірақ толық бітпегені. Осындай отыратын орындықтар бар екен. Құрылыс жұмыстары болып жатыр әлі. Мына жерлерде су толы, мына іш жағында істеп жатқан екен. Мына жерлерде азырақ түсіріп өтемін. Неге дегенде ешқандай толық іске қосылмаған. Ол бір монтаж екен. Соны айтып өтейін деп жатырмын. Мына жағында су бар. Енді қазір білесіздер, интернеттің дамыған уақыты заманына сай, сол үшін осы жерлерде енді мыналарда айналасында газондар егілген, су толып тұрған. Бірақ анау үйлер сияқты солай түсірген. Бәлкім сол жағын түсірген бе білмедім, бірақ негізі бәрібір толық өтпегенін көріп тұрмыз. Енді толық бітетін болса, ол белгілі. Мыналардың арасын жақын тал кеткенде өте әдемі болар еді. Неге дегенде мынадай орындыққа отырғаннан кейін күндіз, жаздың күндері ыстық болады ғой. Мына жерде егер отыратын болсаңыздар, неге тал жоқ. Мыналар қашан өседі, бұл жылдар өтіп өсетін шығар, бірақ бәрібір жақынырақ еткенде жақсы болар еді. Жылдар өтіп үлкейеді ғой, бірақ арасы да мінекей алыс. 2 метр, 3 метрден еткенде жақсы болар еді. Мынау кәдімгі тал, өзіңіздер білесіздер. Бұл да бір басқаша болып егілді. Енді мына қазір мына жерден мына домдарды, жаңадан түскен домдары, соларды түсіріп өтем. Мына жерден бастасақ.
бір жағынан әдемі, өте алыстан түсірсеңіз. Енді бірақ толық не мынау автовокзал. Қазір сулар міне. Енді кім қолға алған болса өте күшті істеліп жатыр. Айналасының менің ойымша бәрі сол. Осы судың айналасының бәрі осындай. Отыратын орындықтар, кафе, можнандай балалар алаңы жасаса керек енді. Өте әдемі. Жақсы салынып жатырған. Жағы сайран көлі. Мына жағында шомылса да болады екен. Қазіргі уже күн ыстықта шомылып жатыр. Тапсырылмаса да құрылыс жұмыстары болып жатырған болса да мына шеттерін шомылдырып жатырған екен уже. Biraz көрсетіп өтейін. Мына жерде шомылып жатыр. Осылай сайран көлі. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Бір-екі айдан кейін келсеңіздер, толық іске түссе керек. Кешкі уақыт мына жерлер өте әдемі болса керек, светтерді жағып дегендей. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.